Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге үй жағдайында кешкі асқа деп айтсақ та болады. Неге десеңіздер, өте тойымды тағам. Рулет из кабачка деп аталады. Яғни кабачоктан рулет. Қараңыздар, міне іші өте керемет болып шықты. Сразу сіздерге кесіп көрсетіп жатырмын. Жасалу әдісі өте оңай. Видеоның басынан соңына дейін менімен бірге болыңыздар, бірге жасап үйренейік. Ал құрметті көрермендер, онда біздің кешкі асымызға, яғни рулет кабачкидан рулет жасаймыз. Ол үшін бізге 3 дана кабачок керек, 3 қызанақ пастасы, яғни помидорымыз, және де 3-4 зубчик тістеме сарымсақ қажет болады, сметана қажет, 4 ас қасық ұн қажет болады, 2 жұмыртқамыз қажет, сыр, пармезан, менде голландский сыр, бүгін голландский сыр алдық, және де укроп қажет болады. Ал ең бірінші біз кабачогымызды теркадан өткізіп аламыз. Мінекей құрметті көрермендер, кабачогымызды жақсылап теркадан еткізіп алдық. Енді осы суын сулы болмау керек. Суын сығып басқа ыдысқа салып аламыз. Суын жақсылап сорғытып алдық. Мінекей құрметті көрермендер, жақсылап тұрып суынан сүзіп алдық десек те болады. Енді осының үстіне 2 жұмыртқамызды саламыз. Бәрін жуып тазалап алдық. Екі жұмыртқамызды үстіне қара бұрышымызды себеміз. Тұзымызды. Тұздан бізге 1 чай қасық тұз. Және дәмдеуіштер. Және де үстіне 4 ас қасық ұнымызды саламыз. Жұмыртқамызды салып жақсылап араластырып алдық. Енді үстіне сырымызды теркадан өткізіп үстіне саламыз. Мінекей біздің рулетіміз дайын. Енді осы рулетімізді противеньді пергамент қағазын қойып, үстіне май жағылаңыздар. Май жағылған соң, жаңағы кабачогымызды осының үстіне салып аламыз. Кабачоктан бір тегіс етіп жайып аламыз. Осылай бір тегіс етіп жағып алып, духовкаға, яғни пешке
190 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Ал, кеттік онда. Ал, құрметті көрермендер, біздің кабачоктарымыз піскенше біз начинкасын жасаймыз. Ол үшін бізге 3 ас қасық қаймақ керек. Укроп қажет болады. Укропты жуып алдық, еш уайымдамаңыздар. Майда етіп укропымызды турап аламыз. Туралған укропымызды қаймағымыздың үстіне саламыз. Және де 3-4 тістеме сарымсақ қажет болады. Сарымсағымызды салдық. Үстіне қара бұрыш және аздаған тұз саламыз. Тұз көп салмаңыздар, өйткені кабачокта жақсы тұз бар бізде. Начинкамыз ішіне салатын дайын бізде. Ал кабачогымыздың піскенін күтейік. Оға дейін қызанақ турап аламыз. Қызанағымызды полукольца етіп, осылай, яғни тілдеме етіп турап аламыз. Ал, біздің қызанақтарымыз да дайын. Онда кабачогымыздың піскенін күтеміз. Содан соң бірге жалғастырамыз. Мінекей, құрметті көрермендер, біздің кабачогымыз пісті. Мына духовкадан алған соң духовкаға арғы бетін, яғни аударып аламыз. Тоже мынандай фольгаға. Енді осының бетін фольгасын алып алып, бетіне жаңағы өзіміздің дайындап қойған смесіміз бен помидорымызды саламыз. Мінекей, бетіндегі фольгасын, астындағы, яғни фольгасын алдық. Енді укроппенен қаймақ қосылған, чеснок, сарымсақ қосылған начинкамызды салып аламыз. Жақсылап біркелкі етіп жағып аламыз. Енді қызанағымызды салып аламыз. Қызанақты көп салсаңыздар да болады, азғантай салсаңыздар да болады. Енді бөлетімізді ақырын етіп орап шығамыз. Мінекей, құрметті көрермендер, мен осылай орап алдым. Жаңағы ішіне начинкалардың бәрін салып орап қойдық. Енді аздап бір 10 минуттай суытып аламыз. Суытып алғаннан кейін кесіп жей берсек болады. Ал, мінекей, 10 минуттай суытып алдық.
Енді рулетімізді әдемілеп бөлкаларға кесіп аламыз. Мінекей, қараңыздар, осындай бізде кабачоктан рулет. Иісі енді керемет болып тұр енді. Ал ондай болса, сіздер боп, біздер боп дәмін көрейік. Ал мінекей, ондай болса бүгінгі біздің рулетіміздің дәмін көрейік. Қараңыздар, қандай керемет. Бісміллә деп, онда дәмін көрейік. Ауызға салсаң еріп тұр. Сарымсақтың өзінің бір ерекше дәмі бар. Сарымсақ салып жасасаңыздар да болады, салмай жасасаңыздар да болады, бірақ салған сарымсақпен өте керемет. Құрметті көрермендер, жасап көріңіздер. Пікірлеріңіз болса, пікірлеріңізді қалдырып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал мен сіздермен қоштаспаймын, келесі көріскенше.